2020 жылы қабылданған ойын бизнесі туралы заңға қандай өзгерістер мен ұсыныстар айтуға болады? Себебі ол заңда жалпы онлайн бизнес деген ұғым болмағандықтан, оны құқықтық реттеу сәл қиындық туғызады. Біріншіден, жалпы онлайн бизнеске құмарлық пайда болған үшін, оған адамдарды жауапкершілікке тартуға, жастарды, жасөспірімдерді, осы онлайн бизнеске әкелген адамдарды жазаға тартуға бола ма деген сұрақтың жауабы, бұндай ұсыныс көптеген мемлекеттердің заңдарында бар. Мысалы, Еуропада, Монаконың, Францияның, ақш-тың, Қытайдың заңдарында, егер қандай да бір ойын бизнес саласындағы адам жастарды, соның ішінде кәмелеттік жасқа толмаған, 21 жасқа толмаған балаларды ойын бизнесіне әкеліп, оларды лудоманға айналдырған жағдайда, оларда қылмыстық жауапкершілік болады. Дәл осындай пунктті Қазақстанға да қосуға болады. Неліктен? Себебі Қазақстан Республикасындағы лудоманиямен ең көп ауыратындардың бірі ол жастар деген дерек бар. Соның ішінде мектеп жастары және 16 мен 25 жас аралығындағы жастар Қазақстан Республикасының демографиясының басым бөлігін құрайтын болғандықтан, дәл осы топқа лудоманияға әкелген ересек адамдарды қылмыстық жауапқа тарту да бұл заңдағы өзгерістер мен толықтыруларға әкеліп соғады. Екіншіден, бұл заңға берілетін ұсыныстардың бірі Қазақстан Республикасындағы жалпы ойын бизнесі саласындағы ойын бизнес, бәс тігу, казино, осы бизнес салаларының иелерінің 36% шетелдік адамдар болып табылады. Яғни барлығы қазақстандықтар емес. Бірақ егер біз Қазақстанға шетел азаматтары Қазақстан Республикасындағы ойын бизнесінің лицензиясын ала алмайды, немесе ойын бизнесін басқара алмайды деген талап қойған жағдайда, қазіргі нарықтағы онлайн бизнес, соның ішіндегі бәс тігуден бенефициар болып отырған шетелдіктер біздің нарықтан кетуіне тура келеді. Яғни демек, олар Қазақстан азаматтар болған жағдайда, олардың құқықтық жауапкершіліктері, әкімшілік қылмыстық жауапкершілікте сәл жеңілірек жүретін болады. Бірақ та соңғы 10 жылда Қазақстандағы жалпы лудомания бизнесіндегі табыс көлемі 10 миллиардтан 36 миллиард теңгеге артқандықтан, бұл қомақты қаржыдан да пайда көріп отырған Қазақстан азаматтары емес, шетелдік заңды тұлғалар екенін ескеруіміз керек. Тағы да бір заңға қосатын өзгерістер мен толықтырулардың бірі, ол мемлекеттердің жалпы лудоманиядан емдейтін мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын қолдау. Себебі бұндай ұйымдар бізде көп жағдайда Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің бір бөлімшесімен ғана емес, өзге де кәсіпкерлік бизнес саласындағы, әлеуметтік кәсіпкерлік саласында сіз лудоманиямен емдейтін мекеме ашқан жағдайда сізге субсидиялық салықтық жеңілдіктер беру осы саладағы дертті азайтудың бірден бір жолы болатын еді. Неліктен? Себебі лудоманиядан емдейтін мекемелердің саны Қазақстан халқының санымен есептейтін болса, лудоманиямен айналысатын адамдардың санына шаққан кезде өте аз болып табылады. Соңғы деректер бойынша Қазақстандағы лудоманиядан емдеуге уәде беретін, жарнамалайтын мекемелердің саны 30-дан асады. Ал Қазақстандағы оқушылардың әр 6-шы оқушысы өзінің өмірлік тәжірибесінде онлайн ойынмен ойнап көрген деген дерек бар. Яғни бұл нарық өте үлкен, сұраныс пен ұсыныс болған жағдайда, мемлекет қолдау берген жағдайда лудоманиямен емдеу тек қана мемлекеттің емес, кәсіпкерлердің де міндеті мен жауапкершілігінде болған жағдайда, оны біз құқықтың тілінде екі жаққа да ұтымды позиция деп айтуға болады.